Қайырлы күн баршаңызға достар, сіздермен Мерей. Бүгін мен сіздерге өте дәмді, ерекше болып шығатын самсаның рецептін ұсынамын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қараңыздаршы, қытырлап, өте жұп-жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде жасап, комментарияда бөлісуді ұмытпаңыз. Видеоның соңына дейін қараймыз. Алдымен бөлегі ыдысқа 20% қаймақтан 2 ас қасық салып аламыз. Оның үстінен жұмыртқаның тек қана сары уызын ғана салатын боламыз. 2 жұмыртқаның сары уызын саламыз. Ақ уызын бөлегі ыдысқа алып аламыз. Ол бізге қажет емес. Сары уызын салып алғаннан кейін оның үстінен бүтін 1 жұмыртқаны саламыз. Және сәл араластырып, оның үстінен салқын су құямыз. Міне біздің қаймақты массамыз дайын. Ұнымызды електен өткізіп, бөлегі ыдысқа салып аламыз. Ұнымызға 72%-дан асатын мұздай сары майды саламыз. Сары майымызды үккіштің көмегімен майдалап аламыз. Ұнға ауната отырып, үккіштен өткізіп, міне осылай қолымызбен езгілеп, крошкалар шығарамыз, яғни үгінділер шығарамыз. Оның үстінен тұз саламыз және жаңағы қаймақты массамызды құятын боламыз. Қамыр илеп шығамыз. Қамырымыз жұмсақ болып, әдемі болып шығады. Қолымызға жабыспайтын қамыр иленіп шығады. Міне қамырымызды алып, пакетке саламыз. Пакетімізді жауып, 15-20 минутқа қойып қоямыз. Дайын болған қамырды алып екіге бөлеміз. Оны ұн сепкілей отырып, жайып шығамыз. Дөңгелек етіп жаямыз. Ұн көбірек сепкілеңіздер, өйткені қамырдың құрамында май болғандықтан жабысқыш болып келеді. Міне дөңгелете отыра, дөңгелек қамыр илеп шығамыз. Видеода көріп тұрғандай жасаңыздар. Ортасын қатты баспай, тек екі шетін ғана басып жаятын боламыз. Қамырымыз оқтауға жабыспас үшін ұн себе отыра қамырымызды дөңгелек етіп жаямыз. Міне қамырымыз дайын. Бұл қамырды үстіне ұн сепкілеп, жинап, бір жерге қойып қоямыз. Міне видеода көріп тұрғандай жасаңыздар. Ұн бұдан аз сепсеңіздер болады. Мен көбірек сеуіп жерпін. Осылай бір-біріне біріктіріп, жинап, бір шетке қойып қоямыз. Екінші қамырымызды жаямыз. Дәл жаңағыдай етіп, екінші бөлігін аламыз. Ұн сепкілей отыра, дөңгелетіп, бұл қамырды да жайып шығамыз. Ортасын баспаймыз, тек шетін ғана басып, жайып шығамыз. Ортасын жаймен ғана басып өтеміз. Міне екінші қамырымыз да дайын. Қамырдың арасына жағуға осындай жылқының немесе сиырдың іш майын пайдаланамыз. Отқа қойып, оған 1-2 ас қасық сұйық май құямыз және осылай майы шыққанша отта ұстаймыз. Дайын болған майды алып қамырымызға жағып шығамыз. Бұл іш майдың дәмі шықпайды және де самсамыз піскеннен кейін тоңып қалады деп қорықпаңыздар. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы менің рецептіме жасап көріңіздер. Екінші қамырымызды алып, жаңағы бірінші қамырдың үстіне қойып жайып аламыз. Бұл қамырға да жаңағы дайындап алған іш майымызды жағып шығамыз. Міне қамырымыздың барлық шетіне майымызды жағып алып, оны рулет құсатып, орап шығамыз. Видеода көріп тұрғандай жасаңыздар. Дайындап алған қамырды қаттырақ бір-біріне біріктіреміз. Видеода көріп тұрғандай етіп жасаймыз және дөңгелетіп орап қоямыз. Видеодағыдай дөңгелетіп дайындап, пакетке саламыз және морозильникте 20-25 минутқа салып қоямыз. Одан артық ұстаудың қажеті жоқ. Алып қамырымызды жая береміз. Мен арасына салатын салмамызға тартылған ет, картоп, пияз және де тұз, бұрыш, кішкене сұйық май қостым. Қамырымызды морозильниктен аламыз және пышақтың көмегімен кесіп аламыз. Мен көз мөлшерімен кестім, таразымен өлшеп кессеңіздер де болады. Осылай дөңгелек етіп жайып, салмамызды саламыз. Қазір сіздерге түйу жолын көрсетіп шығамын. Жаймен барлық шетін осылай қысып аламыз да, қолымызбен қатты-қатты басамыз. Видеода көріп тұрғандай жасаңыздар, сіздерге жай көрсетіп жатырмын. Ұшын осылай қайырып, әрқайсынан ұш шығара отыра, қолымызбен қайырып шығамыз.
сіздерге түсінікті болады деген ойдамын. Егер түсінбей жатсаңыздар, осы түйген жерімді қайтадан көріп, жасап көріңіздер, үйреніп кетесіздер. Қатты баса отыра, ұшын шығарып, бір-біріне қысып шығамыз. Соңғы жағын астына қаратып қоямыз. Самсаларымыз дайын. Табамызға пергамент қағазын төсеп, самсамыздың үстіне жұмыртқаның сарысын жағып, оның үстінен мак немесе күнжіт сеуіп шығамыз. 180 градус қызып тұрған пеште 25-30 минут пісіріп аламыз. Біздің самсаларымыз дайын, өте керемет дәмді болып шығады. Осылай пештен сарғыш, әдемі болып шығады. Міндетті түрде жасап көріп, комментарияда бөлісуді ұмытпаңыздар. Менің каналыма жазылып, лайк, комментария қалдыруды ұмытпаңыздар. Жақындарыңызға таратуларыңызға да болады. Астарыңыз дәмді болсын, хош сау болыңыздар.